Ұйқыдан ерте тұрудың пайдасы көп. Ерте тұру күні бойы сергек жүрудің бір жолы. Егер ерте тұрсаңыз, алға қойған жоспарларыңызға айтарлықтай ерте белсене кірісесіз. Уақытыңыз да жеткілікті болады. Таңмен таласа тұрып, тамаша көңіл күйдің бесігінде тербелесіз. Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген қазақтың аталы сөзі де ерте тұру мәселесіне салмақпен қарауға шақырады. Ерте тұру дағдысына басқа халықтарда немқұрайлы қарамайды. Ирандықтар ерте тұрған адамның мақсаты да ерте тұрады дейді. Қытайлықтар болса, ұйықтап жатқан адамның бақыты да бірге ұйықтап жатады деген мәні терең даналықтар айтқан. Олай болса, ерте тұрудың тағы да пайдалы тұстары туралы айта кетейік. Ерте оянудың денсаулыққа пайдасы. Таңғы жаттығу жасауға уақытта болады. Физикалық тұрғыдан өзіңді белсенді сезінесің. Күні бойы сергек жүруінің кепілі, ұйқысыздық мазаламайды. Ерте ояну жас көрінудің де бір құпиясы. Ерте тұрсаңыз, көзіңіз іспей, көрікті көрінесіз. Таңертең ерте ояну үшін ерте ұйықтау да керек. Яғни, ерте оянсаңыз, кешкісін ерте ұйықтайсыз. Бастысы түнімен тамақтанбайсыз. Ал түнде тамақтанбай ұйықтау арықтаудың бір жолы. Ерте оянудың нәтижесінде сіз ұйқыға көп уақытыңызды ұрлатпайсыз. Бір күнде атқаратын істеріңізді толықтай орындап шығуға уақытта болады. Ерте тұруға өз ағзаңызды да үйретесіз. Нәтижесінде оятқышсыз-ақ бір уақытта ояна беретін боласыз. Таңертең жұмыс жасау түнде жұмыс жасағаннан әлде қайда нәтижелі болады. Ерте оянудың қарым-қатынас үшін пайдасы. Егер сіз ерте оянсаңыз, үйдегілер де жұмыстан кешікпейтін болады. Сізге қарап отбасындағы басқа жандар да бой түзейтін болады. Жұмысқа кешікпейтін, тиянақты, жауапты тұлға ретінде басшыңыз бен достарыңыз алдындағы беделіңіз биік болады. Ерте оянудың тәртіппен жұмыс үшін пайдасы. Ерте оянсаңыз, балаларыңызды мектепке кешіктірмей апарып, жұмысқа да үлгересіз. Таңертең бір күндік жоспарларыңызды ойға алып, пысықтап аласыз. Кітап немесе күнделік жазуға уақыт табылады. Ерте оянып, жұмысыңызда алып кетуге тамақ әзірлеп те үлгересіз. Ерте оянсаңыз, жұмысыңыз да өрге басады, тапсырмаларды уақытымен орындап жүретін боласыз. Ерте оянудың рахатын сезіну. Үйдегі жандар ұйықтап жатқанда тыныштыққа тынығып, ой қорытасыз. Сіздің күніңіз керемет көңіл күймен басталады. Таңғы салқын ауамен тыныстап, құстардың әнін тыңдайсыз. Нұрын шашқан күннің шапағатына бөленесіз. Ерте ояну өзіңді бағалаудың бір жолы. Ерте ояну тынығу, таңғы салқында көшеде серуендеп, жаныңызға жайлылық сыйлайсыз. Ерте тұрудың аз да болса пайдасы туралы айта кеттік. Ал мұны ерте тұрып сезіну сіздің өз қолыңызда. Бастысы, күн тәртібіңізді ерте оянудан бастауды жоспарлаңыз. Қазақ тіліндегі арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеле кетіңіз.